Күн сайын еліміздің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған адам жұмыс орнына аттанады. Күн сайын олар өмірімізді көріктендіріп, жайлы етеді. 20 жыл бойы Қазатомөнеркәсіп мамандары отанның жарқын болашағы жолында аянбай еңбек етуде. 20 жыл ішінде Қазатомөнеркәсіп айтулы оқиғалар мен жарқын жетістіктерге толы ұзақ жолды өткерді. Бастапқы кезеңде компания тек 4 кен орнын басқарып, жылына 800 тонна уран өндіретін. Тірнектеп ұжым жинап, кеніштерді кеңейтіп, игеруді қолға алдық. Жаңа өндіріс ошақтарын ашып, еліміздің уран өнеркәсібін қайта жаңғырттық. 2009 жыл айтулы жетістікпен есте қалды. Қазақстан уран өндірісі бойынша әлемдік көшбасшы атанды. Ал 2010 жылы Қазатомөнеркәсіп әлемнің уран өндіруші компаниялары арасында бірінші орынға шықты. Бұл талмай тер төккен мыңдаған отандық атом саласы мамандарына берілген жоғары баға. Бүгінде қазақстандық уран атом электростанцияларын пайдаланатын барлық дерлік елдерге экспортталып, әлемдік атом энергетикасы қажеттілігінің 40%-ын қамтамасыз етуде. Ұлттық компания геологиялық барлау, уранды өндіру, қайта өңдеу және байтумен қатар ядролық отын компоненттері, сирек кездесетін металл, электр қуаты, жылу және ауыз су өндірісін жүзеге асырады. 2015 жылы компания дамудың жаңа кезеңіне аяқ басып, трансформация үрдісін бастады. Әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті болу мақсатында біз корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудеміз. Бизнес процестерді оңтайландырып, компания қызметінің тиімділігін арттырудамыз. Біз атом электростанцияларына арналған жылу бөлгіш құрамаларын шығаратын зауыт құрылысын бастап, өндірісті әртараптандыруды қолға алдық. Әлемдік компаниялармен стратегиялық уағдаластықтарға қол жеткіздік. Бейіндемес активтерді компания құрамынан шығарып, өнімімізді өткізу нарығын кеңейту мақсатында трейдинг компаниясын құрдық. Уран өндірісі бойынша әлемдік көшбасшылығымызды сақтап, нығайта түстік. 2016 жылдың қорытындысы бойынша Қазатомөнеркәсіп кірісі 3 есе артып, 108 миллиард теңгеден асты. Бұл жетістіктер жүргізіліп отырған ауқымды жұмыстың бір бөлігі ғана. Астана Экспо халықаралық көрмесі барысында серіктестерімізбен бірігіп, атом энергиясының ғажайып әлемін баршаға паш еттік. Ауқымды тақырыптық кластер атом энергиясының қауіпсіздігі мен экологиялық тиімділігі, сала келешегі мен адамзат баласының игілігі жолындағы жетістіктер жайында баяндайды. Бүгінде Қазатомөнеркәсіп 25 мыңнан астам жұмысшы қызметкері бар ірі ұлттық компаниялардың бірі. Біздің ең басты капиталымыз адамдар. Жұмысшылардың әл-ауқатын арттыру, олардың кемел болашаққа деген сенімін нығайту біз үшін аса маңызды мақсаттардың бірі. Қазатомөнеркәсіп әлеуметтік жауапкершілігі мол бизнестің жарқын мысалы. Біз кәсіпорындарымыз орналасқан өңірлерді дамытуға, көркейтуге өз үлесімізді қосып келеміз. Соңғы жылдары компания ондаған жаңа мектеп, балабақша, аурухана, спорт нысандарын салып, күрделі жөндеуден өткізуге мұрындық болды. Біз жұмыста ғана емес, спортта, өнерде, тіпті әзілде де жеңістерге қол жеткіземіз. Біз бойында еңбек қорлық, дарын мен қайсарлық үйлесім тапқан жандармыз. Біз Қазақстанның мақтанышына айналған әлемдік брендпіз. Біз Қазатомөнеркәсіппіз.